Сәлеметсіңдер ме, құрметті көрермендер? Бүгін бізде қонақта Аслан. Саламатсың ба, Аслан? Саған сауалым бар. Сен өскенде қандай мамандық иесі болғың келеді? Мен ұрлықшыларды қуып, оларды істеп, заңды бұзушыларды қуып, түрмеге қаматып, жазасын өтеткім келеді. Яғни полиция болғыңыз келеді. Сіз полицияны оларды қуып жүргенде сағатыңыз көбейеді, үйге барып кешігіп келеді. Ол қиын жұмыс қой, басқа мамандықтарда өте көп. Онда мұғалім ше, мен мұғалімдер балаларға білім беріп, балаларға оқу үйретіп, мұғалім ғой. Мұғалім. Сіз мұғалімнің балалармен жұмыс істеу өте қиын, оған аса шыдамдылық қажет. Мұғалімдерді де түсіну қажет. Басқа да мамандықтар өте көп дегенде, тағы да басқа мамандық ойламадыңыз ба? Мен önce дәрігер болып, адамдарды емдеп, сауабын алып, емші болғым келеді. Яғни дәрігер. Басқа адамға басқа дәрі беріп қойсаңыз, немесе оның мерзімі өткен дәрі берсеңіз, ол адамның мерзімі қалуы мүмкін ғой. Басқа қандай мамандықтар ойлап жүрсіз? Онда мен мектеп, аула, саябақтарды күзеткім келеді. Яғни күзетші. Күзетшінің айлығы ол сол жерге байланысты. Мысалы, сіз қай жерге күзетші болып барасыз, сол жердің айлығын аласыз. Олар көбінесе күзетшінің айлығы аз болады. Күзетші, сіз азаннан кешке дейін бір нәрсені күзетіп жүресіз. Сол кезде көп уақытыңыз кетіп қалмай ма? Ендеше қандай мамандық бар? Басқа қандай мамандық қалды? Аясында болсаңызшы.